Dostlar, bugün Akan ekemiz 13 Dubaiski şokoladın dәмін көретін боламыз. 375 теңгеден басталып 18 000 теңгеге дейін оригинал Dubaiski şokoladın дәмін көретін боламыз. Олай болса, кеттік. Лайк басып бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, bugün bizde super выпуск. Неге десеңіздер, Дубайский шоколад жим. 13 дубайский шоколад. Достар, Ақан айтқандай, біз 13 дубайский шоколадтардың дәмін көретін боламыз. Сондықтан дәл қазір видеоға лайк басып, комментарий жазып, бізге тіркелуге ұмытпаңыздар. Ал біріншіден мен сіздерге айтып кетейін. Бұл жерде ең арзаны 375 теңге тұрады. Ал ең қымбаты ол, достар, оригинальный дубайский шоколад. Оригинальный дубайский шоколад. Достар, мынау коробкадағылардың барлығын біз Қытайдан тікелей тапсырыс бердік. Яғни Қытайдағы ең арзаны 375, ал ең қымбаты 5250 теңге тұрады. Ақан дайынсың ба? Иә. Олай болса, мен де дайын. Бірінші коробканы ашатын болайық. Бұл достар Қытайдан келді. Ақан аша ғой, сен аша ғой. Бұл коробка өте жеңіл екен. Қандай дубайский шоколад шығады екен? Так, достар, қазір біз ең арзан дубайский шоколадты ашып жатырмыз. О, Ақан коробкасы әдемі сияқты, Коробкасы осындай әдемі екен. 375 теңгеге, достар. Как думаете, стоит? Қанеке мен ашайын. Қытайлықтар енді что? Әдемі упаковкадан бірінші орын алатын шығар скоро. Я не знаю. Наның сыртын қараңыздар. Вакуумный пакетикке кәдімгідей әдемілеп ораған екен. Иісі желает лучшего. Иісі енді Ақанға бәрібір сияқты болған дәміне. Давай, Ақан, мен алып шайын. Достар, ортасынан бөлейік. Ортасынан бөлеге. Мынау шоколад. Мынау шоколад. Мінеке, достар, қараңыздар. Та-да-да-дам, 375 теңге тұратын дубайский шоколад. Вафля. Достар, точно дубайский шоколад, да? Что-то мен жеуге қорқып тұрмын. Айтпақшы, біздің дубайский шоколад бар ғой, кәнеке, Ақан екеуміз 1, 2, 3, бісміллә. Кстати, достар, это горький шоколад, қара, хороший. Қалай, Ақан? Сен бәрін жей берме, қазір тойып қаласың. Достар, біз 10 деген баға ең жоғары болсын. Мен бұған 2-ден 10 балдан 2 бал қоям. Бұл горький шоколадтікі, какаоны сөретсің. Ну, хороший, 375 теңге. Я думала, вообще, по идее, мен ойладым, что ужасный. Ақан өзінің ойында айтып жібер на шоколад бойынша. Шоколад жақсы. Но это не точно. А ортасындағы? Кешкене. Достар, келесі бізде ол... Дубайский шоколад. Бұл қай жақтікі, Қытай ма? Мен білмеймін. Жоқ, достар, бұл Түркиянікі. Қазір көретін болды. Бұның бағасы 800 теңге, екінші орын. Так. Иісі кәдімгі әдемі вафли сияқты. Достар, кәдімгі күшті түріктердікі, я думаю, жақсы болады. Көрейік. Ақанчик, ұстай ғой. Кеттік. Дәмін көрейік. Настоящий фисташка, достар. Супер. Нағыш фисташка бұл жерде. 800 теңгеге, даже мен бұны 1000 теңгеге алушы едім. Бұған 10-нан 10 бағасын бердім. Жеті бағып. Су ішіп тұрмасаң өте приторный тәтті. Өте тәтті, но кәдімгі фисташканың дәмдері бар. Келесі бізде 1125 теңге тұратын Қытай Дубай шоколады. Пакет. О май гад, тұрғандай әдемі. Достар, мынау бізге керек емес. Ақан қара. Йонг, чаңғыр, анау сабын сияқты бір қымбат сабындарға ұқсайды. Достар, қандай әдемі упаковка. Что-то қытайлар кәдімге мынандайдан аямайды екен. Мында қойып қояйық. Упаковканың ішінде
тағы да упаковка. Вау! You little chocolate деп ағылшынша сөйлегенім қалай кетті. Иісі непонятный. Иіске көрші. Ну, Какая? кеттік. Пісіля. На, тұр. Ұста. Мынандай ортасы жаңағындай сияқты мінеке әнедегі. Кеттік па? Бұл сондай да. Түсініксіз арзан шоколад ма? Бал. Мен 2 деген бал қоям. Ну, катаифи екен түсінікті, кәдімгідей енді старается жасауға, но лучше алмай қойыңыздар. Вау! Бір. Қараңдар, қандай упаковка. Кәдімгідей мешіттің суретін салып қойған ғой, дубайский мешіт. Ақаныма сен аш, мен ашайын. Или біреуін ашайық да, достар. Бұл бізде 10,5 теңге тұрады. Ақан ашады. Қандай? Вау, әдемі сияқты. Ну, упаковкаға енді қытайлықтарға 10 деген бал қоям. Өйткені просто вау. Қараңыздар, қаншама коробка. Достар, қараңыздар, қандай золотисты. Достар, бағасы 1500 теңге тұрады. Иә, қан сен дәмін көргің келе ма? Мен ашысай енді. Кәдімгі золотисты. Кішкене, енді, надеюсь, 1125 теңгейін, 10,5 теңгенгі дәмді болатын шығар. Мә, әдемі упаковать етті, молодцы. Вау! Қандай әдемі түрі. Қараңыздар, достар, түрі өте әдемі екен. Ал ортасына сындыра қойс, ақылёка. Фу, иісін алып тұрған жоқ маған вообще. Мен достар, это просто ужас. Пока что мен үшін ең ужасный дубайский шоколад. 10,5 теңгенікі. Шоколады отстой. Өте дәмсіз. Прям арзан шоколад, өтірік май сияқты. Алмайтын едім. Никогда. Қандай мына бал? Мен қойдым 0. 0. 0. Дым жоқ, 0. Мен 3 қойдым. Келесі бізде дубайский шоколад 1500 теңге тұрады. Олай болса кеттік. Ампапик. Вау, вау, вау. Что за әдемілік мынау. Мен мұнан неме темірден жалатқансыздар ма? Вау, достар. Мына упаковка өте эстетичный екен. Ақан қазір дәмгі. Вау. Бұл мұндайды. Мынау еріп тұр кәдімгідей. Мынау бізде бұл да 10,5 теңге тұрады. Надеюсь, іші мынандай болса мен уже дәмін көрмеймін. Мынау уже шоколадың түрінен ұнамайды. Андай резиновый тәпішкелердің астар болады осы. Соған ұқсай ма? Білмей бір тілі. Уф, иісі ужас. Давайте ортасын көрсетейін, достар. Бұлардың бәрі бір-біріне ұқсайды, мен уже дәмін көргім келіп тұрған жоқ. О, достар, это просто ужас. Бұлған мен 0 деген баға қоям. Ой, прям резиновый дәм. Шоколадның дәмі вообще жоқ. Кәдімгі резиновый. Достар, қараңыздар, қандай үлкен әдемі упаковка жасаған. Қазір оны ашып бірге көретін боламыз. Бұның ішінде мен жүрекше дубайский шоколад заказ бергем, Қытайдікі 1620 теңге. Қандайсың ба? Деп қажерінен ашасың бұны. Ал достар, келесі бізде 1000. Вау! Поролонның иісі қандай керемет. Қараңыздар, 1650 теңгенің қалай упаковать етіп қойған. Бізге керек емес ақан. Вау! Вау! Достар, салқында Қытайдан келген. Вау! Но подарочная упаковка мой достар. Это милота. Ақан қара. На жерінен ашып берейін.
4 штук 1650 теңге. Қараңыздар, мынандай розовыйға. Это вроде бы типа ручная работа, наверное, да? Или өтірік па? Ақан, давай біреуін ала ғой. Біз бүгін дубайский шоколад дейміз. Күте тұрсай мені. Бақыттан басым айналып жатыр. Так, жүрегімізді ашып алайық. Ақан, күте тұре, бірге дейміз. Қара! Достар, иісі прям вафельный. Смайлик. Иісі күшті. Сенде қандай? Тоже смайлик, улыбающийся. Менде қандай, Да, сенде. ортасын қазір істейміз. Как? Ну, это намного отличается мыналардан. Чувствуете чуть-чуть хотя бы качество. Шоколад колебаут емес. Но кішкене қымбатырақ шоколад екені білініп тұр. Ручная работа екені көрініп тұр. Өйткені обычно ручная работаға кәдімгідей мынандайдың бәрін салады. Мына 600 теңге енді стоит. Молодцы китайцы, өте дәмді. 10-нан 10 деген қоям. Потому что маған надо. Ақан, сен ше қоясың? Шагаш. Достар, келесі бізде 1875 теңге тұратын дубайский шоколад. Бұл дубайский шоколад Қытайдан келген. Надеюсь, бізге ұнайды. Gucci, Armani болып шығайын деп отыр қазір. Достар, қараңыздар. Көрсетейін ба? Көрсет десеңдер, кәне лайк басыңдар. Тез. Мынау енді топ. Сырты деген өте әдемі. Бастың ба лайк? Точно бастың ба? Ақан, сұрасыш, бастың ба жоқ па? Бартым ба? Эй, бартым ба? Қандай жардым ба? Көрсетейік ба, Ақан? Или не надо өзіміз тығып бетіп жей саламыз да? Окей. Жарайды, көрсетеміз. Gucci ғой, мынау сыртын қараңыздар, қандай әдемі, эстетика, этика. Вау, ашайық. Мына бізге керек емес. Енді бұндайды ожидаем қытайлықтардан. Так, иісі уже ұнап тұрған жоқ. Примерно мынау дешевый 1000 теңгеге ұқсайын деп жатқан сияқты. Достар, дәл өзі. Біз ешқандай өзгеріске бармаймыз. Бұл ручная работа емес, еріп жатыр. Қолым бәрі енді. Өмірімде мынандай шоколад жемеген шығарым құрсын. Мынау не точно дубайский шоколад па, достар? Это дубайский емес, достар, это арахисовый. Ақан дейсің ба? Что-то ақан демейтін сияқты ғой. Оф, достар. 0. Бұл. 0. Есік тауып берінде шығатын, қай жерден шығамын, достар? Мен уже... Что-то мен неплохо десең, не? Все, достар, мен отставкаға кетем. Лайк баспасаңдар, больше мынандай видео түсірмеймін. Но лайк басаңдар, тағы күшті нәрселер Қытайдан заказ беруге уәде беремін. Достар, келесі бізде дубайский шоколад Қытайдан 2250 теңге тұрады. Дәмін көрейік. Өйткені оның ішіне кәдімгі Қытайдан келгенше суық мұздатқыш салған. Бұны морозилкаға салып қоямыз, бұл бізге керек болады будущем. Мынау кәдімгі суықты ұстау үшін салған. Күшті да? Супер. Мынау коробканы айтсаңыздар, искусство. 2250 теңге. Пока фаворит бізде жүрек. И вафли үлкер. Упаковкасы әдемі, но сырты почему-то мынандай маған уже ұнамайды. Ой, блин, достар, бізді алдады. Смотрите, что это? Ну, нет, иісі жақсы. Қандай. Қазір мен саған берем. Дай. О, более-менее әдемі, кішкене оригиналға ұқсап тұрған сияқты ақаннасы. Саған үлкені, көбірек жие.
Беш. Жақсы, 5. Ортасы жақсы, кәдімгі кішкене өзіміз үйде жасайтын сияқтыға ұқсайды. Жоқ. Неге? Жоқ. Маған ортасы ұнады. Конечно, фисташканың дәмі вообще жоқ. Но жеуге болады. Чаймен болады. Қан ашып жатады ғой, прям үйде тым жоқ. Ақшан жоқ кезде мынау тұрады ғой, бүйтіп холодильникте. Ауызына салып жеп жүрсем болады. Кеттік. Ух ты! Ағын. 2250 теңгеге 4 дана. 2250 теңге тұрады, достар. Тоже Қытайдан келді. Мынандай сырты. Мам, иісі ужас. Мынандай. Мынау 2250 теңге тұратын дубайский шоколад. Иісі ұнамайды ма? Ойбай. Достар, мынау не пластик па? Ақан, достар, мен мынаның дәмін көрмеймін. Ақан, көресің бе дәмін? Давай. Қалай, ақан дәмін күшті ма? Конечно, ой, мен мынаны тоже жемеймін, уже ақан түрінен білініп тұр. 0. Ең соңғы және ең қымбат Қытайдың дубайский шоколады. Қандай Қытайдың? 5250 теңге тұрады. 5250 теңге. Неге кішкентай, достар? Вау, мыналар енді вообще. Достар, қараңыздар. Ну вот, почему коробкаға салады, олар енді просто интересно. Бұлар оға жейміз. Что-то маған мыналар ұнамай тұр. Как будто мынаған ұқсайды прям. И мне кажется, ол один и тот же шоколад. Да, достар, один и тот же. Коробкалар почти ұқсайды, заметили? Достар, ақан мен жемеймін дейді. Қойған ба жейсің дейді. Ну, обычный шоколад. Бәрі бірдей. Достар, разочарование года. Тек қана сердечко надо. О, зеленый. Ішінде орехтары бар екен. Енді мен айттым ғой. Ну, жақсы бұл, жақсы я. Аш. Достар, бұлар жақсы негізі дәмі. Мынандай емес, резина емес. Давай, ақан сындырсына. Примерно мына жартысы мусорға кетеді. Мынау не? Жесең дәмін көрсей. Бұл басқа дәм сияқты. Это орех какой-то, достар. Білмеймін қандай. Иә. Достар, енді біз Қытай шоколадтарының салтанатты түрде жабық деп жариялаймыз. Бұның ішіндегі бізге фавориті тек қана ручная работа, жүрекше. Яған, бізге ең жақсы ұнаған ол жүрек. Және де мынандай вафли, бірақ ол турецкий. Келесі бізде үлкердің дубайский шоколады. Оның бағасы 5000 теңге. Ашамыз ба? Ашамыз, әрине ашамыз. Ашпағанда? Немене? Сендер үшін алдым ғой, давайте лайк басыңдар, достар. Иісі деген енді күшті. 5000 теңге тұрады. Неше грамм десеңдер, всего лишь 70 грамм. Кеттік па, достар? Надеюсь, ішінде прям катаифи көп. Мынандай катаифи жоқ па, немене? Қараңыздар, крем сияқты. Я надеюсь, маған ұстасай. Это жақсы, если что, турктер күшті істейді, алып бісмілля. Нет, достар. Вообще наған жоқ. Он такой тәтті, прям қант жеп атқан сияқты. И катаифи қытырлақ өте аз. Ұнаған жоқ маған. Мен ожидала прям күшті болады деп. Бұл жерде вот это Қытайдан келген күшті болып тұр. 3 балл. 3.
Достар, бізге оригинальный дубайский шоколадты Досымхан деген кісі спонсор ретінде сыйлады. Мына жерде Instagram аккаунтын қалдырамын. Жазылып кетіңіздер. Достар, біз вообще в шоке. Бұның бағасы 18 мың теңге. Қазақстанда қазір бірге ашып, біз бірінші рет көріп тұрмыз дәмін. Біз бірінші рет дәмін көріп тұрмыз. Қазір Ақан ашамын дейді. Қандай әдемі. Иісі өте жақсы екен. Қайда? Свежий. Қазір мен ортасына бөлем, Ақан саған берем. Ұста. Дайынсыздар ма, достар? Кім лайк басыңыздар, достар, сіздер үшін. Вау, вот это дубайский шоколад. Достар. Не болды, Ақан? Не болды? Мен шоколад жеймін. Қанға начинкасын алмай қалды, достар. Но мен пока түсінбей жатырмын начинкасын, ше. Біз өзіміздің үйде жасап жатқан дубайский шоколадқа үйреніп қалыппыз. Оказывается, вообще дәмі басқаша екен. Вообще ұқсамайды. Мен түсінбей жатырмын. Бірде жақсы. Тәтті емес, андай прям в меру. Мен фисташканың дәмін вообще не чувствую. Но маған ұнады. Ойбай, Ақанға ұнаған жоқ. Ақан қаншама күтті ше, осыны жейікші деп. Но маған өте қатты ұнады. Өте дәмді. Қатты тәтті емес, прям ауызға барып, қан болып тұрмайды. Өте жақсы. Мен бұған 10 қоям. Но бір рет алуға келесе алмайтын едім. Достар, егер де сіздерге біздің видео ұнаса, міндетті түрде дәл қазір лайк басып, комментарий жазып бізге тіркелуге ұмытпаңыздар. Келесіде одан да қызық видео салатын боламыз. Олай болса, дәріне. Пока-пока!